Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 6-шы сабақты қарастырамыз. Көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдар орындаймыз. Көп таңбалы сандарды калькулятордың көмегімен қосуды және азайтуды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Есептеудің қалай орындалатынын түсіндір. Нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды қосу және азайту үшін алдымен оларды класстарға бөліп алып, содан кейін барып орындау керек. Есімізге сақтап алайық. Нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту үшін алдымен оларды класстарға бөліп ал. Бұл суреттегі калькулятор. Үлкен сандармен орындалатын есептеулерді калькулятормен есептеген ыңғайлы. Келесі екінші есепке назар аударамыз. Нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды қосу және азайту үшін алдымен оларды класстарға бөліп алып орындаймыз және тексереміз. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Тапсырманы орында. Ғалымдар бірнеше жыл бұрын Қазақстан халқының 15 жастан асқан тұрғындарының компьютерді меңгеру деңгейін анықтады. Сол уақытта барлығы қаншадан мәтінді редакциялауды, электрондық почтаны қолдануды меңгергенін есепте. Кестеден тағындай ақпараттарды алуыңа болады. Яғни, мәтінді редакциялауды барлығы 4.126.991 адам орындаған екен. Оның ішінде ерлер 1.881.676, ал әйелдер 2.245.315. Ерлерге әйелдерді қоссақ, барлығы 4.126.991 шығады. Ал енді электрондық почтаны қолдануды меңгерген барлығы 2.493.122 адам екен. Оның ішінде ерлер 1.159.782, ал әйелдер 1.333.340 екен. Ерлерге әйелдерді қоссақ, барлығы 2.493.122 шығады екен. Ал басқа бағдарламаларды меңгерген адамдар саны 2.207.635 екен. Оның ішінде ерлер 1.025.816, әйелдер 1.181.819. Ер адамдарға әйел адамдарды қоссақ, барлығы 2.207.635 шығады. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есептеудің тиімді тәсілін түсіндір есепте. Яғни 450.035-тен 999-ды азайту үшін алдымен 450.035-тен бірлік мыңды, яғни мыңды азайтамыз. Сонда 449.035 болады. Оған бірді қоссақ, 449.036. Келесі есептерді дәл осылай тиімді тәсілмен есептеп шығамыз. Келесі бесінші есепке назар аударайық. Қосуды қалай тексеруге болады, азайтуды қалай тексеруге болады. Есепте. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында әр 10 жыл сайын халық саны қаншалықты өскенін калькулятордың көмегімен есепте. Өзің тұратын жердегі немесе жақын орналасқан қаладағы халық санын анықта. Яғни, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 1999 жыл мен 2009 жыл аралығында халық саны 284.665-ке өскен екен. Ал 2009-2019 жыл аралығында 465.378-ге өскен екен. Ал Алматы қаласы бойынша 1999-2009 жыл аралығында халық саны 235.011-ге өскен екен. Ал 2009-2019 жыл аралығында халық саны 489.024-ке өскен екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. 8 таңбалы сан жаз. Қандай цифрлар қолдандың? Ол цифрлардан ең үлкен және ең кіші 8 таңбалы сандар құрастыр. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Әріптермен қандай цифрлардың белгіленгенін анықта.
яғни әріптердің орнына қойылатын цифрларға мұқият назар аударуымыз керек екен. Яғни Г әріпінің орнында, бірліктің орнында тұрған цифрлар бірдей екен. Оның шыққан нәтижесі де осы жердегі цифрларға сәйкес келу керек екен. Ондықтың орнында тұрған цифрлар бірдей болады. Оның шыққан нәтижесі жүздіктің орындағы цифрға сәйкес келу керек екен. Бірліктің мыңның орнында тұрған цифрлар бірдей. Оларды қосқанда оның шыққан нәтижесі бірліктің орындағы тұрған цифрға сәйкес келеді екен. Демек, 4 таңбалы санға 4 таңбалы санды қоссақ, 5 таңбалы сан шығады екен. Яғни 5210-ға 5210-ды қосқанда 10420 шығады екен. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Өрнектердің мәнін тап, калькулятордың көмегімен есептеуіңді тексер. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.